Дәулетті оқырмандарым, мына видеоны барынша жақындарыңызға таратыңыздар. Айтайын дегенім, бұдан былай ашық жүйесінде кімге сары және де қызыл түс жанып, көше кезіп, ғимараттарды аралап жүретін болса, оларға автоматты түрде 87.500 теңгелік штраф келетін болады. Осы уақытқа дейін дәл осындай ережені 3500 адам бұзған екен, сондықтан осындай шара қолданылғалы отыр. Ал егерде ашық жүйесінде кімге көк немесе жасыл түс жанады, олар емін еркін жүре береді. Ал кімде сары, қызыл, олар 14 күн бойы емделу керек, оқшаулану керек екен ескерткім келеді. Сондықтан абай болыңыздар. Кімде контактный болды, кім ауырды, үйлеріңізде жатыңыздар, қыдырмаңыздар, ары бері жүріп, өзгелерге вирус жұқтырмаңыздар деп айтқым келеді. Және де бүгіннен бастап кім осы уақытқа дейін ковидке қарсы вакцинаның 2 дозасын алды, оларға ашық жүйесінде жасыл түс жанып жатқанын ескерткім келеді.